Әр түрлі жастағы көрермендерге арналған фильм. Takson, şov şaptı şov. Sardar, bәр енді кеш. Олым саған аманат. Тұяғымды құтқар. Ер жетіп жігіт болса, кегімді қайтар. O Tengrim, oğlumdu birazını tapsırdım. Koş bu kulunum. Жылдам, алып кет баламды. Тұтаңдар ана иттің күшігін. Қош бол, сұңқарым. Енді ұлыма серік бол. Қошандар. Kalay balam, aman mısın? Allah! Бұл хан өзеннен ешкімде тірі шыққан емес. Кетті, кетті.
Сардар аға, сіз маған менің барыс таңбалы бойтұмарым жайлы айтып беріңізші. Балам, сенің 7-ші бабаң Бөрхан, жүрек жұтқан батыр, әрі аңшы болған. Күндердің бір күнінде Бөрхан осы Шабағлы тауының басында арқара аулап жүріп, барыстың өңгөріне тап болады. Балаларына жем іздеген барыстың жоқтығын білген бе, 60 құлаш аждақар жылан аландарды жұтпақшы болғанда, Бөрхан алмас қылышпен айдақардың басын шауып түсіреді. Сол кезде келіп үлгерген қанатты барысты көрген батыр да таңғалып қарап қалады. Аландарын құтқарып қалған батырға барыс тіл қатады. Ей адамзат, мен енді саған өмір бақи қарыздармын. Осы айдақар менің аландарымды жылда жалмап кетуші еді. Ата жауымды сен өлтіріп, ұрпағымды аман алып қалдың. Мен де сенің 7-ші ұрпағыңа дейін қызметіңе әзірмін. Басыңа қиын қыстау күн түссе, көмектесем деп осы бойтұмарды сенің бабаңа табыс етеді. Міне Сауран, сен Бөрханның 7-ші ұрпағысың. Әкеңнің аманаты да менің мойнымда. Қанатты барыстан көмек сұрар кез келді. Бірақ сенің әлі қабырған қатпаған. Батыр болып өсемін десең, бүгіннен бастап өзіңді жауынгерлікке баулаймын. Мен де батыр болғым келеді. Жауынгерлік әдіс айла үйретсем, қылыш садағын найза менен түйретсем, өскеннен соң азат етіп елімді, дұшпанымның қабырғасын күйретсем. Құралайды көзге атар мергендер, оқ жонады әке көзін көргендер. Сен де балам батыр болып өсерсің, батыр болар ертең саған ергендер. Әрқашанда сабырлы бол саспағын, басқа түскен қиындықтан қашпағын. Батыр болып өсем десең сен ертең, әр күніңді жаттығудан бастағын. Денең шымыр болсын десең ерінбе, жүгір секір жалқаулыққа берілме. Жеңіске ұмтыл намыс деген ұлы күш, жауабында әлсіз болып көрінбе. Міне Сауран, сенің қанатты барысқа барар уақытың келді. Тәңірім шарлықап, жолың болсын. Нәрседен қайтпайды, қабырғасын сөксе де, отанын ешбір сатпайды. Шыбын жанын бидетіп, отқа салса күймейді, суға салса батпайды. Ел үшін туған ер жігіт, ел үшін тыным таппайды. Ақ білектің күшімен, ақ найзаның ұшымен, ақылымен ісімен, елі менен жерінің тыныштығын сақтайды.
Адам баласы, сені бұл жерге не айдап келді? Мен Бөрханның 7-ші ұрпағымын. Есімім Сауран. Бабама берген уәдең бойынша келіп тұрмын. Иә, бабаңның алдында қарыздарман. Не мұқтаждығың бар, Сауран? Көмектессең, жау қолында кеткен елім мен жерімді азат етпекпін. Батырдың 5 қаруы бойында болу керек емес пе? Мынау менің сыйым болсын. Міне, енді нағыз жауға шабар батыр болдың. Осы сәттен бастап Сауран мен қанатты барыстың ел азаттығы жолындағы ұлы жорығы бастаған. Қамал, сенің жеріңді шауып, еліңе қасірет әкелген қара түнек батырдың шақпы. Атына заты сай, залым қаннан талай ел зардап шегіп, менмін деген батырлар ажалын осы жерден тапқан. Сол батырлардың бас сүйектерін қара түнек әдейі көз қылып іліп қойған. Енді мен оның басына қара түнек орнатам. Жарайсың, жігітім, ал енді мені мұқият тыңдап ал. Сенің еліңе қара түнек неге түнде шабуыл жасағанын білесің бе? Себебі ол түн баласы түнде оны бүкіл қара күштер қолдап, қара ниетін жүзеге асыруға көмектеседі. Сондықтан да ай толған кезде оны жеңу мүмкін емес. Бірақ Сауран, сен де осал жігіт емессің. Менің саған берген қалқаным мен семсерім жай қарулар емес. Ұлыстың ұлы күні күн нұрына малынып, ай жүзіне шыңдалған қысқа семсерің жауға шапқанда 40 кез ұзарады. Ал менің бейнем бедерленген қалқан сенің жеті бабаңның баталары дарып, періштелердің дұғасымен қапталған. Бұл қалқан сенің қорғаушың, әрі қолдаушың болады. Ал анау мұнараның биігіндегі не жарық? Ол қара түнектің қызы, ай десе аузы, күн десе көзі бар, Айсұлудың тұрағы. Көркіне ақылы сай, қыз әкесінің залымдық істеріне наразылық білдіріп, сол мұнарада оқшау тұрады. Сен мұның бәрін қайдан білесің? Мен тау қожайынымын. Бұл өлкенің жаңалықтарын маған жүйткіген жел жеткізеді. Тау қырандарынан бастап, түз тағыларына дейін бүкіл жан жануарлар менің алдымда бас иеді. Сонда Айсұлу тар қапаста қамалып отыра бере ме? Жоқ, ай нұрынан жаралған Айсұлу өзінің құйрық жалы төгілген ақ бозатымен әр түні үркер ауғанда қамал сыртына серуенге шығады. Оны екі жағынан екі қағлан күзетіп жүреді. Олар қызға тірі жанды жуытпайды. Жарайды. Алыс жолдан келдік емес пе? Таң атқанша тынығып алайық.
Tez arada mülekesiz kempirdi jetkizingdir. Қиын болғалатыр. Қамыңды жасап, қимылдамасаң, ажалың алыс емес. Айтары, кәрім ұстан. Мені жеңетін жау әлі туған жоқ. Қаншама батырсынған жандардың бастары әне ілулі тұрған жоқ па? Сымды бұлай жорғаны үшін сен де басыңнан айырыласың. Жетер енді 300 жыл жасағаның. Күлкіңді тыя алмай қалма, қара түнек. Сен шақырдың, мен шындықты айттым. Менің басым, неге керек өз басыңды ойла. Тағы да айтам, қапы қалма. Жарайт. Маған десең 1000 жаса, мыстан. Шынында сенің басыңнан гөрі маған сол бастың ішіндегі ақылың керек болып тұр ғой. Не айтасың? Солай ма? Басымды қимағаның, мені сыйлағаның. Жауың оңай емес. Біз оны айламен алмасақ, күшпен жеңе алмаймыз. Алдымен қанатты барыс пен жас батырдың арасын ажырату керек. Екеуі бірге болғанда, олардың күші әрқашанда басым болып тұрады. Осы жерде бізге сенің қызың Айсұлудың көмегі керек болады. Айсұлу? Қызымды бұл іске араластырма. Онсыз да ол маған өкпелі. Бар мәселе, ол көмекті қалай сұрай білуде. Мұнарадағы қапаста отырған ерке қызға қанатты барысты сыйға тартар болсақ, ол көмектесуден қашпас. Мен білемін. Жарайсың, кемпір. Осы ақылың үшін саған ат басындай алтын беремін. Иә, ат басындай алтын жақсы. Тек енді қызыңды көндіре алсақ. Жас қызды алдап көндіре алмасаң, несіне мұстан болып жүрсің? Сен менің сенімді серігім едің ғой. Сонау мұнарадағы Айсұлудың тұрағын көріп қайтшы. Тегі асыл құс екенің көрініп тұр. Егеңнен адасып келдің бе мұнда?
Егең сені маған жұмсағанына қарағанда жас жігіт пе? Көріксіз болар. Жарайды. Сендей асылды ақылды құс төресінің егесі де жаман жігіт болмаса керек. Оған мына кестелі орамалда барып бергейсің. Мен әр түні үркер ауа қамал сыртына серуенге шығам. Sen жадымнан қалмады, таңдадым, саған қарай самғады, сағым болып алдады мені, барма амалым. Арманым, алыстағы арманым, бағымды бір өзіңнен табарма. Сұлу қызға мыңда бір сәлем. Ішің пысып, зеркен жоқсың ба? Сізді маған әкем жіберсе, ол кісіге айта барыңыз. Мен онымен тілдеспеймін, және сіздің азғырғаныңызға да көнбеймін. О, ай сұлу, бір ашуыңды қиенді. Әкеңе өкпелекеніңді білем, бірақ қандай әке өз перзентін жек көреді. Әкең саған ғажайып бір сый дайындап отыр. Ол қандай сый? Тағы да бір алтын білезік немесе гауһартасты алқа болар. Жоқ, қателестің ай сұлу. Әкең сенің асыл тастарға қызықпайтынды жақсы білет. Оның саған сыйлайын деп отырғаны барыс. Барыс болғанда да күзетші екі қабылан аздаяқ. Әкем мені үшінші барысқа күзетіп қоймақшы ма? Сен түсінбедің сұлу қыз. Ол жай барыс емес, қанатты барыс. Алғыр, ақылды, өшет, ең бастысы, адамша сөйлей білет. Қанатты барыс, мен бұл қасиетті барыс жайлы естігенмін. Бұл туралы маған кесет оқуды үйреткен тұтқын ханшайым айтқан болатын. Иә,
Мен оны көргім келеді. Көрерсің, егерде оны қолға түсірсек. Сонда оны әлі қолға түсіру керек пе? Иә, сұлуым. Сондай керемет аңды қолға түсіруге сенің көмегің қажет. Менің? Бұл кездей соқтық па? Әлде анашым әлі күнге дейін тірі ме екен? Тірі болса қайда? Осы қамалдың қай жерінде? Қайткенде де бүгін түн ауа Айсұлуға жолығып, мән жайын сұрап білу керек. Сауран, маған жаңа ғана байғұс қыз жаман хабар жеткізді. Айсұлуды әкесі жан адам бар алмайтын биік құз басындағы бәйтерекке байлап қойыпты. Қас қарайғанға дейін қатал әке жүрегі жібімесе, Айсұлуды сол маңдағы торылдаған ит құсқа жем болары анық дейді. Жоқ, мен оны қалайда құтқаруым керек. Сабыр ет, Сауран. Бұл жолы менің кезегім. Ол жерге адам баласы бара алмайды. Айналасы өткелсіз, шыңырау құз. Мен сенімен бірге барам. Жоқ, Сауран, маған сенсең, күн батқанша Айсұлуды босатып, осында алып келемін. Екеуіңді бірдей көтеріп, шыңырау құздан ұшып өту мен үшін ауырлау екенін түсін. Жарайды онда. Жортқанда жолың болсын. Қайнап, қазанып, бұрқанып қайнасын, отпен бірге ойнасын, жауыздыққа тоймасын, сүф, сүф. Шындарыңды шақырып, сілелерін қатырып, шыргөбелек айналсын, қазанымда қайнасын. Сұңқарым, мұна бойтұмарды Айсұлу көрсе, қанатты барыстың да біздің ортақ досымыз екенін түсінер. Әлі қап. Ат басындай дегенің қайда? Мынауың жаңа туылған құлынның басындай ғана емес пе? Құлыншақ өскенде ат болмай ма? Төріңнен көрің жақын тұрғанда саған алтын неге керек? Я, қызым, кел. Уәдеңді орындап, маған деген сыйыңды берсеңші. Әлгі мысықты ма? Иә, мен оны көргім келеді. Еркіндігінен айырылған ол қазір ызалы ғой. Сені тырнап алар. Оны біраз жуастап, қолға үйретейік. Сонан соң ала ғой. Тағы да уәдеңді бұздың ба, әке? Сенің әкең сөзге тұруға келгенде әлсіз болып тұр. Жап аузыңды, кәрімістан! Мен қызымнан ештеңе аямаймын. Бар да көре ғой мысығыңды. Бірақ алуға асықпа. Сен енді боссың мыстан. Көлеңкең сияқта. Өзің де көзіме көрінмей-ақ қой.
түсіндім Сұңқар. Егеңе айта бар. Мен қанатты барысты құтқарамын. Жылдам, ашыңдар тыңданды. Кешірім өтінем, қасиетті барыс. Енді сенің жолың ашы. Сені азғырғандардың кім екенін білдім. Сондықтан да мен сені кештім. Бірақ енді сен менімен бірге кетуің керек. Мені босатқаныңды әкең естісе, сені кешірмейді. Кеткені қалай? Сендер ай қарап жүрсіңдер ме? Ей! Сендер барып батырсынған баланы жекпе-жекке шақырып келіңдер. Әйтпесе! Келдің бе, барысым? Айсұлу. Сауран, сенің анаң тірі. Оны менің әкем өзгелермен бірге қапаста ұстап отыр. Мен кесте тоқуды сол кісіден үйренгенмін. Қара түнек сені жекпе-жекке шақырады, жекпе-жекке! Қара түнекке айта барыңдар. Мен дайынмын. Бүгін кешке ай толады. Сол себепті әкем сені жекпе-жекке әдейі шақыруда. Саған өте қиын болғалы тұр, Сауран. Айсұлу, елім мен жерімді анамды азат ету жолында құрбан болсам, арманым жоқ. Бірақ сені кездестірген соң, менің өмірге деген құштарлығым арта түсті. Сондықтан мен жеңем. Жарайсың, Сауран. Мен де сенен осыны күткен едім. Түнек! Мен келіп тұрмын. Шық жекпе-жекке. Ей! Ажалына асығып келген батыр сен болсаң, есіміңді айт. Кімді өлтіргеніңді біле жүрейін. Мен Сауранмын. Ал сен менің елімді шауып, әкемді өлтірген жауызсың. Сенген айың анау болса, соңғы рет қарап ал. Ертеңгі туған айды сен көрмейсің.
Кешір достым, мен бүгін саған көмектесе алмаймын. Себебі бүгін аспан ашық, түн бұлтсыз болу керек. Қолымнан келсе де жаратылыстанын салмаймын. Бір амалын тапсаң жетті жел. Бір сәтке болса да бұлыт пен ай жүзін жапсаң, Сауран Қаратүнекті жеңе алар еді ғой. Жаратылыс заңы дейсің, дәл қазір ақ пен қара күресі жүріп жатыр емес пе? Ал сен өзің қай жағына жақтасар едің, жел? Бір сәтке дейсің бе? Жарайды. Ал енді былай тұр. Мен бұлттарды солай қарай үрлеп айдаймын. Бұл қалқан сенің қорғаушың, әрі қолдаушың болады. Анашым, бұл мен, бұлың Сауранмын. Анашым. Міне, осы жерге біз қала тұрғызып, жаңа өмір бастаймыз. Ол Сауран қаласы деп аталатын болады. Ал достым, сенмен қоштасар сәт келді. Мен сенің елін ақылмен басқаратын әділ хан боларыңа сенімдімін. Біз сенің жақсылығыңды ұмытпаймыз. Басыңа қиын қыстау күн туа қалса, мен көмекке дайынмын. Барысым, менің ұрпақтарым өзіңді қастер тұтып өтеді. Ал сенің бейнең
менің туымды алтын жіппен бедерленетін болады. сенімін ақтайды